Сәлеметсіңдер ме, 9-шы сынып оқушылары? Бүгінгі өзін-өз тану сабағының 28-ші сабағының тапсырмасы мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол. Сабақтың құндылығы ақиқат, білім іздеу, ізденпаздық, зеректік. Адам өмір бойы білім іздеуі, балаларға оқу қажет екендігін түсіндіре отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыпты өткізбес бұрын үй тапсырмасын тексеріп алайық. 28-ші сабақ 7-ші тапсырманы орындау. 28-ші сабақ мәнді сөздер мәтінін оқып келу. Сұрақтар. Шәкәрім қандай мақсатпен рухани кемелдену жолына түсті? Адамды түзету үшін қандай амалдар қажет? Неліктен? Адам баласы неліктен өзін өзі рухани жетілдіруді тиіс деп ойлайсыңдар? Арлы ақыл мен ақ жүрек адамды қандай рухани белестерге шығарады? Шәкәрім айтқан, ар білімі мен өзін өзі тану пәнінің арасында қандай байланыстар бар екен? Өздеріңіз рухани кемелдену жолында қандай әрекеттерге талпынып жүрсіңдер? Балалар, осы сұрақтардың жауабын видео арқылы маған кері байланыс ретінде жіберулеріңізге болады. Сабақтың дәйек сөзі. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің, іздеп көрсең қоймасаң. Қу өнерді, бұ беліңді жігер сал, пайдаларсың, қау жанарсың тоймасаң. Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден өткен. Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушыларының бірі. Ендігі сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Оқу білім жанған шырақ дегенді қалай түсінесіздер? Және дәйек сөзден қандай ой түйіндедіңдер? Міне осы сұрақтарға жауаптарыңызды жазып, кері байланыс ретінде жіберулеріңізге рұқсат. Мұғалім сия, еңбек пен рухани білім туралы. Бір балықшы қайығымен еркін ойлы адамды екінші жағаға тасымалдап бара жатады. Жағалаудан енді ұзай бергенде жолаушы балықшыны асықтырады. Тезірек, жұмысқа асығып барамын. Осы кезде еркін ойлы жолаушы балықшының қолындағы ескектің біріндегі руханиялық және екіншісіндегі еңбек деген жазуларды көріп қалады. Бұл жазулар не үшін деп сұрайды. Үнемі еске түсіру үшін деп жауап қайтарады балықшы. Еңбекпен келісемін, ал рухани білім ешкімге қажеті жоқ деп қолын бір бұлғайды. Ешкімге қажеті жоқ деп балықшы таңырқай сұрап, руханиялық деген жазуды бар ескекті судан шығарып қайыққа салады да, өзі бір ескекпен есе бастайды. Қайық бір орында айналып жүрмей тұрып қалады. Міне, руханиялықсыз еңбекті көріп тұрсың ба? Бір орында айналып тұрмыз, алға қарай қозғалыс жоқ деп балықшы жауап береді. Міне, оқушылар, мұғалім сен тыңдадыңдар. Ендеше бірнеше сұрақтарға жауап берің. Бірінші сұрақ. Рухани білімдер не үшін қажет? Екінші сұрақ. Рухани білімдер қандай құндылықтарға негізделеді? Үшінші сұрақ.
рухани білімдермен сусындамаған еңбек адамдарға зиян тигізе ме? Неліктен? Төртінші сұрақ. Өз өмірлеріңнен рухани білімдерден бас тартып, ақыл-ой білімдеріне артықшылық беретін адамдар жайлы мысал келтіріңдер. Міне осы бірнеше сұрақтардың жауабын аудиозапис арқылы маған жіберулеріңізге рұқсат. Сабағымыздың келесі бөлімі шығармашылық жұмыс. 5-ші тапсырма. Әбу Насыр әл-Фарабидің бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдында игілікті мақсат қоя білуінде, адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында деген қанатты сөзін көзқарас, себеп, мысал қорытындылау әңгімесін талқылаңыздар. Біздің сабағымыздың соңғы бөлімі топпен ән айту. Менің жолым сөзін жазған Ринат Заитов, әнін жазған Еділжан Ғаббасов. Sankiге бөленген айнымай қалған өлеңнен өзіме ұнайтын бір айқын жалынменен келемде биік пен төменнен таяздарменен тереңнен бір бақытта барыма сенеме. Басталатын арманнан жүрегіммен таңдалған оның менен солым бар, менің де бір жолым бар. Тек өзіме арналған тағдырмен таласпай, ертеңгі күнге балашпай, өмірге ғашықпын, асықтым, уақытпен де санаспай, қайғыммен жараспай, өкініп артқа қараспай, жолымда жүрсем деймін адаспай. Басталатын арманнан жүрегіммен таңдалған оның менен солым бар, менің де бір жолым бар. Тек өзіме арналған басталатын арманнан жүрегіммен таңдалған оның менен солым бар, менің де бір жолым бар. Тек өзіме арналған Оқушылар, бүгінгі сабақта үйге берілетін тапсырма. 28-ші сабақ 7-ші тапсырманы орындау. 29-ші сабақ ана ұлылығы
мәтінін оқып келу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.